Қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай ауызда еритін, жоқ болып кететін, бірден желініп кететін жұмыртқаның ағынан қана жасалынатын рулет жасайтын боламыз. Балмұздақ секілді болып шығады, өте дәмді шығады, жасап көріңіздер. Бізге ең алдымен 6 жұмыртқа керек. 6 жұмыртқаның сарысы мен ағын бөліп аламыз. Ағына сарысы кетіп қалмау керек. Сол кезде ақтарыңыздың, ақуыздың массасы жақсы көтерілетін болады. Мінекей видеодағыдай миксердің көмегімен ақуызымызды осылай араластырып алатын боламыз. Бір 10-15 минуттай уақыт керек болады. Ақуызды осылай араластыратын боламыз. Одан кейін шетінен ақырындап отырып құмшекерімізді салып отырамыз. Егер құмшекерлеріңізді бірден салатын болсаңыздар, көтеріліп келе жатқан ақуыз бірден түсіп кететін болады. Сондықтан миксердің көмегімен араластырып отырып, шетінен осылай құмшекерімізді салтып ертіп отырамыз. Одан кейін 1 шай қасық қана крахмалымызды қосамыз. Картоптың немесе кукуруздың крахмалын қоссаңыздар болады, екеуінің біреусін. Одан кейін 1 шым ғана лимон қышқылын қосатын боламыз. Мінекей осындай көтеріліп, қасықтарыңызда тұратындай бір масса пайда болады. Сол кезде миксерлегендеріңізді тоқтатып, осындай пергамент қағаз төсеп формаға салатын боламыз. Өстіп қалақшаның көмегімен бетін тегістеп аласыздар да 150-180 градуста 35 минутта пісіретін боласыздар. Егер пештеріңіз қатты қызатындай болатын болса, онда градусын төмендеткендеріңіз дұрыс болады. Осылай беті қызарып, қатқан кезде бірден алыңыздар, өйткені күйіп кетуі әбден мүмкін. Піскен соң осылай пергамент қағаздарыңызды алып, астына пергамент қағазды төсеп алу керек. Одан кейін ішіндегі кремін жасайтын боламыз. Мен қойытылған сүтті, яғни сливкиді алдым, және де қант ұнтағын қосатын боламын. Қант ұнтағын өте көп қоспаңыздар, өйткені қатты тәтті болып кетеді. Міне қойытылған сүттеріңізді осылай миксерлеп аласыздар. Одан кейін дайын болған рулеттеріңіздің үстіне жағып шығасыздар. Мінекей енді пергамент қағаздың көмегімен осылай орап аласыздар. Ішіне әртүрлі жеміс-жидектер қосып жіберсеңіздер болады. Одан кейін жарты сағатқа тоңазытқышқа қойып қойдым да, бетін әрледім. Қалған сливкидің көмегімен осылай бетін әдемілеп шықтым, және де құлпынай немесе таңқурайды осылай үстіне қойып әдемілеп қойсаңыздар да болады. Осымен біздің ақуыздан пісірілген рулетіміз дайын. Тоңазытқышқа қойып қатырып жесеңіздер де болады, немесе қоймай-ақ бірден осылай ұсынсаңыздар болады. Өте дәмді болып шығады. Бірден жасап жеп көріңіздер. Ас болсын.